Білекті бірді жығат, білімді мыңды жығат. Ал білімді азаматтарды іздесеңіз, бұл азаматтардың барлығы біздің бағдарламада. Армысыздар, құрметті телекөрермен. Қазіргі заманға керегі ақылды, яғни білімді адам. Амансыздар ма? Ой зерек бағдарламасының көзі қарақты. Көрермендері, сіздер оңтүстік арнасында Ой зерек бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Ендеше білекті, білімді, мықты, күшті, барлық жастардың басын қосатын Ой зерек бағдарламасының бүгінгі санын бастаймыз. Құрметті телекөрермен және Ой зерек бағдарламасының қатысушылары, өздеріңіз білетіндей біздің бағдарлама, яғни алғашқы бірінші маусымда біз көптеген командаларға жолдама берген болатынбыз. Ал екінші маусымда жолдама алған әрбір командаларды бір-бірімен жүздестіріп және сайысқа түсіріп, дәл қазір бүгін сол арнайы сайыстан жеңімпаз болған нағыз мықтыларды анықтайтын боламыз. Серғали, демек бүгін екінші кезеңдегі жеңімпаздарды анықтайтын боламыз. Кезекті сайыста қызықты сұрақтар, тамаша ойын түрлерін назарларыңызға ұсынамыз. Олай болса, әдеттегідей енді Ой зерек бағдарламасында жеңімпаз болам деп келген қос командамен толыққанда таныс болатын кез келді. Әдеттегідей менің оң жақ қапталымда тұрған жалын тобы, соның ішінде Айгерім топ капитаны, сөз кезегін берем, толыққанда өзін капитан ретінде таныстырып өтсе. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Сұлтахан Айгерім. Жалпы біздің тобымыздың аты жалын тобы. Жалын тобы деп қойған себебіміз, біз жалындап тұрған жастармыз деп білемін. Ал ендеше бізге сәттілік тілеп қойыңыздар. Бәрі келді, қошемет деп қойыңыздар. Енді Айгерім, өзіңіздің жаныңыздағы сұлу қыздарды да бір таныстырып өтсеңіз, Менің жанымда тұрған сұлу қыз Ұлдана болады, ал екінші жағымда тұрған сұлу қыз ол әрине Ұлбосын болады. Тамаша, жақсы. Енді жалын тобының қарсыластары менің сол жақ қапталымда тұрған Шоқан тобы, аты да ерекше екен. Топ жетекшісі Алтынбек, өзіңіздің тобыңызбен таныстырып өтсеңіз. Армысыз қазақ елі. Жалпы біздің топтың аты Шоқан. Неліктен бұлай қойдық? Себебі біздің Шоқан атамыз ол қазақ халқының, қазақ жұртының тұңғыш бір ғалымдарының бірі болып есептеледі. 30 жасына дейін ол көптеген еңбектер қазақ халқына қалдырып кетті. Соның атына біз Шоқан деп қойдық. Біздің топ мүшелері Ахниет ханым және Гүлдана ханым. Тамаша, жақсы, қошемет деп қойыңыздар қазақ команда. Бұл сайыста, бұл бағдарламада өздеріңізге қашанда жеңісті дүниелерді алып келсін деген тілек білдіреміз. Ал енді біздің сайыс өздеріңіз жақсы білетіндей 5 сайысқа бөлінген, әрқайсының өзінің ерекше тұстары бар. Толыққанды әріптесім таныстырып өтсе. Әрине, Серғали, біздің бағдарлама 5 айдарға негізделген. Атап айтар болсақ, ой жүйрік, тапқыр болсаң тауып көр. Сөз жұмбақ, суреттер сөйлейді. Соңғы 5-ші сайыс ол ерекше, біздің қатысушыларға өте қатты ұнайды деген ойдамын. Ойна да көл деп аталады. Әр сайыстың өзіндік бір ерекшеліктері бар екендігін тағы да айтқымыз келеді. Құрметті телекөрермен, олай болса бүгінгі бағдарлама қызыққа толы болмақ. Бізден ажырамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Сонымен бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырайық. Түркі тілдерінің ішінде ең бай қазақ тілі екендігін бүкіл зерттеуші мойындаған дейді Платон Милеронский. Ал енді Серғали, біздің сайысқа қатысушыларымыздың сөздік қоры қалай екен? Енді оны сайысымыздың алғашқы айналымнан біз анықтайтын боламыз. Алғашқы айналым ой жүйрік деп аталады. Қымбатты қатысушылар, ой жүйрік сайысы екі командаға ортақ 4 сұрақтан қойылады. Ол сұрақтардың екеуі ескі сөздер, екеуі заманауи жаңа сөздер. Яғни әр команда өздеріне қатысты сұраққа жауап беру арқылы мына біздің жанымыздағы 5 пайдан алуға мүмкіндік бар. Сол себепті алдарыңыздағы тұрған тетікті алғаш болып басуға тырысыңыздар.
Ал егер сіздер толыққанды дайын болсаңыздар, қобалжу басылса, баршамыз енді көгілдір экранға назар бұрайық. Алғашқы сайыстың алғашқы сөзі жасырылады. Команда бойынша барынша жауап беруге тырыссаңыздар абзалырақ. Сонымен дәл қазір алғашқы сайыстың алғашқы жасырылатын сөзі экранға беріледі. Сонымен жаңа сөз брейк дегеніміз не? Ал енді сіздер бірден басып тыңыздар, тетікті, иә? Дайынсыздар ғой демек. Ал, күтейік, қандай? Жалпы брейк дегеніміз ол ағылшын тілінен аударған кезде брейк ол перерыв. Орысша перерыв бір уақытша тоқтата тұрады да бір нәрсені, қоңырау сияқты. Тағы да бір екінші вариант. Иә, сіздер мүмкін ойланып алыңыз. Екінші нұсқаңызды қарсылас топ айтып болғаннан кейін айтасыздар. Негізінде ереже бойынша әр команда бір-ақ нұсқа айтуы керек. Қабылдайық па әлде ойланасыздар ма? Тетікті қайтадан қайтарып қойыңызды өтінеміз. Ал жалын тобы сіздерде бар ма нұсқа? Бізде нұсқа бар. Брейк деген ешқандай ой келмей тұр ма? Алып қосарлар бар шығар қыздардың. Ақылдасуға мүмкіндік бар. Енді ағылшынша жазылуы біз ағылшындағы сөзді қазақша әріппен алып отырмыз. Бізде бір жауап бар. Иә. Жақсы. Сынап көрейік бағымызды. Бізде брейк деген ол сындыру деген мағынаны білдіреді. Біздің ойымызша енді әрине дұрыс жауабын көре жатармыз. Біздің жауабымыз сындыру. Сындыру. Ағылшын тілінен аударғанда. Бір нәрсені сындыру ма? Иә, бір нәрсені сындыру. Жақсы. Сындыру дейді. Иә, екінші нұсқаны айтсаңыз болады. Жалпы бидің түрі деп ойлаймыз. Хип-хоп деген би бар ғой. Қазіргі тілде биге тән. Сол би түрі деп ойлаймыз. Бэкданс биінің бір түрі брейк деп атауы мүмкін. Солай ма? Иә, солай ойлаймыз. Алғашқы нұсқаны қабылдамаймыз, осы нұсқаны қабылдаймыз ба? Енді солай деп. Жақсы. Ал сіздер бір нәрсені сындыру, иә? Жақсы. Дұрыс жауапты менің әріптесім айтып Дұрыс жауапқа тоқталып өтейін. Жауабы хип-хоп мәдениеттің бір түрі, яғни би болып келеді. Тамаша, жақсы, қошеметтеп қойыңыздар. Шоқан тобы бірінші нұсқаны таңдамағандарыңыз дұрыс болған екен, иә? Жақсы. Екінші нұсқаны таңдап 5 ұпайды алды. Қарсылас командаға қошемет деп қойсаңыздар жарасады. Сонымен қымбатты сайысқа қатысушылар әрмен қарай жалғастырайық. Екінші жасырылатын сөзіміз қандай екен көрейік. Қарым бөртпе деген қандай ұғым? Осылай қойыңыз сұрақты. Қандай тағам? Сонымен Ақниет, сіз ешкіммен ақылдаспай бірден басып жатсыз ғой. Бірақ нұсқа берілетіндігін тағы ескерте кетейік, иә? Сонымен Ақылдастық болма? қарым бөртпе деген қандай ұғым? Тек қана осыған тоқталайық, ары қарай еш нәрсе айтпай қояйық. Жақсы. Өйткені біраз нәрсені өзі көрсетіп тұр, не нәрсе екендігін білдіріп тұр. Ал біздің облысын басты. Қарым бөртпе деген ол тағам, ұлттық тағам деп ойлаймыз. Жаңағы кәдімгі қойдың басқа бір жаңағы жануардың қарнынан, түр түліктің бірінен картоп, тағы да басқа еттерді соның ішіне салып, бұқтырып пісіреді деп ойлаймыз. Соның кескен кезде жаңағыдай өте дәмді тағам шығады. Оны өзіміз де істеп көргенбіз. Демек, нақтылай келгенде қысқасы тағам түрі. Көне тағам түрі деп айтсақ болатын шығар. Жақсы, енді сіздерде мүмкінде ешқандай Ақниет жана басып жатыр едіңіз ғой. Сондай тағам деп ойлағанбыз. Неге тестті қайтарып қойдыңыздар онда? Просто басқа да варианттар болуы мүмкін деп ойлаймын. Жақсы. Оны ұтымды пайдаланған жалын тобы, бірақ енді дұрыс па бұрыс, қаншалықты дұрыстығын әріптесім атап өтсін. Әрине, енді дұрыс жауапқа тоқталатын болсақ, Серғали расында ұлбосын өте керемет айтып өтті. Малдың, яғни қарнынан арнайы картопты салып, сонымен бірге түрлі еттің барлығын осының ішіне салу арқылы бумен пісірілетін қарым бөртпе тағамы. Бұл ұлттық тағамның бірі. Ұмыт қалған тағамдар қазіргі таңда қыздар жасап жатыр екен. Нұр үстіне нұр, керемет. Тамаша, қошемет білдіріп қойыңыздар Шоқан тобы. Жақсы, керемет. 5-5 әзірге, ал енді жалғастырайық. Келесі біздің жасырылатын сөзіміз қалай екен? Кенон. Сонымен дегенді қалай түсінесіз? Тетікте бірінші басты. Жарайсыңдар қыздар. Ал қандай? Біздің жауабымыз Canon деген ол бір компанияның бір түрі. Ол дейсіздер ме? Иә, солай ойлаймыз. Жалпы шетелдің бір компаниясының бір түрі. Ол әрине әртүрлі техникалық заттар шығарады. Оны жалпы мен ойлаймын, что барлық адамдар біледі ол компанияны.
Жақсы. Ал сіздерде нұсқа бар ма? Я сондай кинондегі аппараттар сондай фотоаппарат түсіретін сондай жақсы компания. Техникалық товарлар. Екеуміздің жауап. Жалын тобының нұсқасын сіздерде растап отырсыздар, иә? Ал оның дұрыс бұрыстығын Аида айтады. Әрине, дұрыс жауапқа тоқталып өтейік. Қымбатты көрермен, электронды құрылғыларды шығаратын компания. Дұрыс, бәрекелді. Кәнім. Жақсы, 5 ұпай. Қарсылас командаға шапал ұрмай тұрсыздар ғой сіздер. Иә, бір-біріңізге қошемет білдіріп қояр. Ал енді 4-ші бізде сөз назар бұрайық. Шашпау деген сонымен. Не болып жатыр бұл жерде? Жарық кімде жанды? Сізде де жанды. Сонымен сіздер жауап бересіздер. Шашпау деген қазіргі таңда қыз балалардың шашқа тағатын сәндік әшекейі. Солай дейміз бе? Иә. Жақсы. Шашпау енді тағы да қайталап айтамыз. Шаш және бау болып тұр. Басқа да мағына беруі әбден мүмкін екенін естеріңізге сала кетеміз. Сіздерде нұсқа бар ма? Сәндік әшекей Сонымен мүмкіндік бар. Ол басқа бұйымнан да бөлек нәрсе болуы мүмкін ба? Мүмкін? Айтып көрейікші. Иә, тепкі басқая қайта беріңіз. Шашпау деген айтады ғой, шашпауын көтеріп жүр деген сияқты. Сол мағынада. Мерейін үстем қылып болды, жүр. абыройын көтерді деген сөз болуы мүмкін, иә? Шашпауын, иә. Шашбау деп тұр ғой, шаш және бау деп тұр. Шашбау болады да? Жоқ, енді басқа Дұрыс нұсқа сақтаймыз, дегенге айтып біз былай сұрақ қойдық. Шашпау деген сөз шықты. Шашпау деген не деген сұрақ қойдық. Енді сұраққа байланысты ойладым, логикаға көрсеңіздер. Шашпау деген не? Не мағына береді десек, онда сіздікі келу мүмкін еді. Шашпау деген қандай мағына береді десек, онда сіз жаңа нұсқаңыз айтып бер. Ал шашпау деген не деген сұрақ қойып отырмыз. Ол зат. Демек ол зат болып отыр ғой. Не істейміз? Ешқандай нұсқа жоқ қой, қосыласыздар ғой қарсылас командаға. Амал Сол жоқ себепті дейсіздер ғой. әріптесіме сене бермеңіз, ол болсын, анда-санда логикаға салып отыру қажет. Ал енді дұрыс жауапқа тоқталатын болса, қымбатты көрермен, қыз келіншектер шашына тағатын сәндік әшекей бұйым болып келеді. Тамаша, жақсы. Иә, Ақниет тағы да командасына 5 пайда алып берді. Бәрекелді дейміз. Жақсы. Енді қарап тұрсақ, қос командаға да аса бір ауыр болған жоқ сияқты, барлығы да ойдағыдай болған сыңайлы. Демек, біз бағдарламамызды сайысында қарай жалғастырамыз ғой. Иә, әрине Серғали, жалғастырайық. Мынау ән көңілдің ажар дейді қазақта. Сондықтан да біздің келесі сайысымыз қазақ әуендеріне, қазақ әндеріне тығыз байланысты болып отыр. Өте дұрыс айттың, олай болса, келесі сайысымыз әнге тығыз байланысты. Келесі сайыс тапқыр болсаң, тауып көр деп аталады. Тапқыр болсаң, тауып көр сайысы. Мұнда қазақ әндерінің дыбыстары жасырылады. Сіздер жасырылған жауапты білетін болсаңыздар, алдарыңыздағы тетікті бірінші болып басуға асығыңыздар дейміз. Дайынсыздар ғой? Жақсы, олай болса, барлығымыз құлақ түрейік, назар аударайық және бірінші болып тетікті басуға асығайық. Қазақ әндеріне саяхат жасайық. Сонымен алғашқы жасырылатын дыбыс әннен үзінді. Сонымен Қыздар-ай, қиылған қасың қандай, ашықты залған аян, мөлдіреген қалбалай. бәрекелді, әрине дұрыс. Дұрыс емес деп айта алмаймыз. Бұл қазіргі уақытта ең хит әндер болып жатқандығы. Әсіресе жастар арасында, тіпті үлкендер арасында да бұл ән көпшіліктің көңілінен шығып жатыр. Жалын тобы 5 пай. 5 пай. Қошемет білдіріп қояйық. Жақсы, иә, расында да осы әнді сөзін білсеңіздер, қосылып айтсаңыздар, тіптен жақсы болады. Ары қарай жалғастырайық. Екінші жасырылатын ән. Стоп, тоқтатамыз. Сонымен Асылана. Асылана, жаулығын желбіреген, асылана, жүрегі ер жүреген. кім орындайды? Мен телефоным? Сақтаймыз. Сәкен Майғазиев орындайды. Тамаша, жақсы. Қошемет білдіріп қойыңыздар. Білдана ханым, сіздер сол күйінде қалып тұрсыздар ғой.
ойланған күйінде. басу нашар болады. Бұндай келсе не істеу керек? Әрине жылдамдық қажет. Сондықтан да қыздар жалын тобы жалындап тұр әзірге. Ары қарай жалғастырамыз. Келесі ән. Стоп, тоқтатамыз, тыныш сақтаймыз. Ережені бұзбаймыз. Тетікті бас үлгерді. Сонымен Қанат Үмбетовтың жанында бол деген. бір болсаң Жарық нұрың болам солай. Иә, солай. мүмкін тыңдап көрерміз. Тыңда көрейік. Қателесіп тұрған жоқсыздар ма? Алғашқы ритмнен Жоқ. тыңдап көрейікші дәл осы әнді. Солай ғой, жақсы. Ал енді Қанат Үмбетов және Қасындағы сұлу қыз. Кім еді ән шырқайтын? Кім еді білмеймін. әннің атауы қалай жалпы? жанымда бол. Сонымен Әлия? Әбікен. Әбікен. Жақсы. Енді сіздерге де жаңа Сәкен Майғасиевке көмектескен болатын. Сондықтан да бұл командаға да солай көмектесеміз. Және Шоқан тобына 5 ұпай. Ары қарай жалғастырайық. Қыздар, жігіттер тамаша болып жатыр. Дәл осылай ән шырқайықшы бірге. Келесі әуен. Стоп, тоқтатамыз. Ал, Шоқан тобы. Бірақ нұсқа айтасыздар. Аяла деген өлең емес пе? Ғаділбек Жанайдың. Ғаділбек Өтеген ба? Ғаділбек Өтеген ба? Сонымен 3 секунд берем, нақтылап алыңыздар. Болмаса, жалын тобы бірден жауап беруге мүмкіндіктері бар. 1, 2, 3 нұсқа. Кім, қандай ән? Нақтырақ. Жанай. Қалай? Ғаділбек Жанай. Өтеген. Ғаділбек. Ғаділбек Өтеген Аяла деген өлең. Өтеген жарайды болды. Өтеген. Жоқ, Өтеген, короче, Аяла деген өлең. Былай істейік. Әннің атауы Аяла. Солай ма? Иә. Сіздердің және Ғаділбек Жанай бар. Өтеген. Жаңабай Өтегенов Аяла. Иә. Жаңа Өтегенов Аяла. Тамаша, дұрыс. 5 ұпай сіздерде. Әттең ай. Мұна менің қолымдағы 5 ұпай. Жалын тобына кетіп бара жатқан жерінен бетін қайтарып алды Шоқан тобы. Тамаша, қошемет білдіріп қойыңыздар. Ары қарай жалғастырайық. Сонымен келесі біздің жасырылатын әніміз қандай екен? Бірге тыңдайықшы әнді. Сонымен әннің атауы қалай болды? Құстар қайтып барады. Нұрғиса Тілендиевтің, Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған. Құстар қайтып барады. Тамаша, 5 ұпай. Бәрекелді. Бұл әнді енді Шоқан тобы сіздер білетін бедіңіздер әлде үлгер алмай қалдыңыздар. Жақсы. Онда мен сіздерге қолқа салайын. Бір ән орындап берсеңіздер қалай болады? Ақниет. Кез келген бір әнді орындап берсеңіз. Мүмкін жалын тобы. Қандай ән орындайсыздар? Қарғат Абелдинованың қызымын елдің әні. Бір куплет, Құлпырып жайнаймын мен әсем айдаймын жаңа туған. Сызылтып сайраймын сандуғаш болып жаратылған. Ғашықпын мынау өмірге, ақпел адал көңілмен. Жаныма жақын жақсының бәрін ұнаттым. Көктемнің көркем мақпал бағым, арайлап атқан ақтаңдарым. Ұнаттым бәрін, сылдырын мөлдір болақтым. Алғысымды алып көгерген, ән жырымды арнап келем мен. Қызымын елдің бақытын тапқан өнерден. Тамаша, бәрекелді. Енді осы бір әнге 5 ұпайды бергім келіп отыр. Бірақ оны қыздар қабылдамайтын сияқты. Өз күшімізбен аламыз деген сияқты. Жақсы. Сіздерде ешқандай ән айтпайсыздар ма? Дайындалып тұрыңыздар. Келесі сайыста аяқталғаннан кейін Ақниетке біз қолқа саламыз. Сонымен біздің келесі енді сайысымыз жалпы суреттерге тығыз байланысып отыр. Әрине, Серғали, олай болса біз жалғастырамыз. Қымбатты қатысушылар, біздің келесі сайысымыз суреттер сөйлейді деп аталады.
Қымбатты қатысушылар, суреттері сөйлейді сайысы студиядағы экранға белгілі тұлғалардың суреттері беріледі. Көрсетілген тұлғаның жасы 2021 жылы нешеде екенін айтсаңыз, өз командаңызға керемет ұпай алып бере аласыз. Сондықтан алдарыңыздағы тетікті алғаш болып басуға барынша тырысып бағыңыздар. Сонымен енді ереже түсінікті болған шығар, қыздар, жігіттер. Көгілдір экранға әдеттегідей назар бұрамыз. Елімізге танымал бір азаматтың суреті шығады. Сонымен Марат Омаров ағамыздың жасы нешеде деген сұрақ туындап отыр. Ал енді мен нұсқаны айтайын. А 60 жаста, А 58 жаста, Б 62 жаста. Сонымен тетікті бірінші бастыңыздар. 62 жаста деп ойлайсыздар. Ал сіздерде қалды 60 жаста отыр, 58 жаста отыр. 60 жаста деп отырсыздар, Ал енді Марат Омаров ағамыз 1959 жылы туылған, сонда 59 жылы туылған. Демек, 62 жаста ғой. 62 жаста. Ал енді Ақниетке тікелей сұрақ қойылады. Қалай білдің Ақниет? Қалай 62 жасты таңдадың? Біз негізі осы бірге не қылғанбыз. Ол кісіні жақсы танимын негізі, өмірде де. Үлкен екен айтып тұр ғой. Үлкен екен айтып тұр, жақсы. Мен ең үлкен таңдадым. Ал оғанда сенейік, ал ары қарай жалғастырайық. Келесі біздің жасырылатын сурет тұлғамыз. Геннадий Головкин. Егер нұсқаны таңдамай, мен нұсқаны айтпай-ақ жасын айтам десеңіздер, оған да мүмкіндік бар екендігін айта кетейік. Сонымен 37. Геннадий Головкин 21 жылы, 37 жаста. Жақсы. Енді мен сіздерге нұсқа айтам. Геннадий Головкин 39, 41, 37 жас. 37 келсем. 37 жасты таңдап қойды. Демек, сіздерде 39 және 41 жас. Осы кісілерге қосыласыздар, демек. Бірақ енді 37 жаста растаса, 5 ұпай қарсылас командаға беріледі. Ешқандай сіздер. 39. Демек, 39 жаста. Ал енді біз дұрыс жауапқа тоқталып өтейік, Серғали. 1982 жылы туылған, демек 39 жаста екен ғой. Сондықтан да ешкімге сенбеу керек. Өздеріңізге сеніңіздер. Бұл ойлану, логика және кездейсоқ дәл осылай келіп қалды ба? Мүмкін. Бауырымыз енді бірден 37 жаста деген екен, мен де қағазыма қарап қоямын. Расында да біз дұрыс жаздық па деп. Ары қарай жалғастырайық. Келесі біздің тұлғамыз. Жанарай Жанна әншімізді білеміз, дөп басып енді айта алмассыз, мен нұсқаға айтайын. А 55 жаста, А 53 жаста, Б 51 жаста. Бірінші Шоқан басты. 53 деп ойлайсыздар. Жақсы. Енді сіздерде 55 және 51 қалды. 51 жаста деп ойлайсыздар. Ал дұрыс жауапқа тоқталып өтейік. Жанарай Жанова 1968 жылы дүниеге келген, яғни Шоқан тобының жауабы дұрыс емес деп айта алмаймын, дұрыс? 53 жаста тәпкеміз бәрекелді 5 ұпайды қосып қойыңыздар. Ары қарай жалғастырамыз. Келесі біздің тұлғамыз жасырылатын. Қалқаман Саринді білетін шығарсыздар, ақын, Сонымен ал кетті басыңыздар. 43 деп ойлаймын. Неге олай ойладыңыз? Жақында бір интервью көрген, содан 43 жаста деп. Ал енді ол нұсқа бар ма екен, біз көрейік алдымен. Сенімдіміз 43 деп таңдайсыздар. Жақсы. Қалқаман Сарин жасы нешеде? 43 жаста нұсқа бар екен. А 45 жаста, Б 48 жаста. 43. Шоқан тобы 43 жасты таңдады. Сіздер? Біздің ойымыз 45 жаста. 45 жаста. Қалқаман Сарин 45 жаста деп ойлайсыздар. 1978 жылы туылған, ал дәл қазір жасы 43 жаста екен. Тамаша! Келесі біздің тұлғамыз Нұрлан Қоянбаев. Жасы нешеде? Нұсқаларды айтайын ба? А 42 жаста, А 39 жаста, Б 44 жаста. Сонымен 44 жаста деп ойлайсыздар. Ақылдаспайсыздар ма? Соңғы
әрі Әрі нақты. нақты. Жақсы. 42 жаста деп ойлаймын. 42 және 39 жас. 42 қой Алтынбек, солай ма? Қабылдай берейік пе? Иә. Ал. Кәрі емес қой. Нұрлан Қоянбаев 1979 жылы туылған. Демек жасы 42 жаста. Керемет, қарсыластарға қошемет білдірейік. Қошеметтеріңіз жоқ қой. Жана келіскен болатынымыз Ақниетке қолға салдық. Ақниет, әнім дегенше мынамыз сайысты аяқтадық. Және ән орындап берем деп едім. Қандай ән орындаймыз? Табайын жолын қалай, ұмытам бәрін оңай, жаным қалай. Жүректің мағынамыз қалауына, бұйрығын ақылыңның орындамай. Тамаша, бәрекелді. Біз жалпы өзіміз елбасы медаль жобасынан келіп отырмыз. Сондықтан да елбасына бір арнау ретінде Маралтай Ибраевтың өлеңін оқып берсем. Бәрекелді. Тамаша, қарсы емеспіз. Қара жер жаралғалы қазағымның, шын сүйіп, шын түсінген азабың кім? Жүрекке қолды қойып ниет қылдым, жетті деп тарихымды жазатын күн. Уақыттың дермендей тасайналат, ұл туса бауырыңа басаймалап, тағдырды Алла ғана нәсіп етіп, тарихты тұлға ғана жасай алмақ. Жанардың жәудір етіп нұрын ала, бұл күнді күтті қанша ұлы дала. Ұл туды бір анасы алталаштың. Күн шықты арай шашып құбылаға, күн шықты арай шашып аспаныма, дүние кілт айналады басқағымға. Ол ана, ұл тумапты, нұр туыпты, бүгінгі өзек болар дастаныма. Ол ұлдың аты нұрдан, заты сұлтан, кеш туып зарықтырып уақытынан. Жаралған жан әлемі күлтегіндей, халықтың арман тілек бақытынан. Бабалар армандаған үзгім өтпен, арылды дана халық, жүз күдіктен. Нұраға, оны дейсіз, біз дайынбыз, тарихтыр сахнадан сізді күткен. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы деп тана халқымыз текке айтпаса керек. Сондықтан да біз Шоқан тобына да және жалынды жастар жалын тобына да үлкен алғысымызды білдіреміз. Ал енді бағдарламамызды осындай жақсы көңілмен жалғастырайық. Енді айда әдеттегідей біздің келесі сайысымыз өте қызық және өте күрделі болмақ. Әсіресе компьютер алдында пернетақтаны жиі пайдаланатындар үшін бұл ойын оңайырақ болады. Ал мүлде компьютерге отырмайтын, пернетақтаны әлі күнге дейін не болмаса ұстап көрмеген жандар үшін өте күрделі болмақ. Соғатындығы сөзсіз. Сөзіңнің жаны бар, Серғали, олай болса бізде келесі сайыс сөз жұмбақ деп аталады. Сөз жұмбақ сайысы, қымбатты қатысушылар, алдарыңызда тұрған пернетақта арқылы ойын өткізілетін болады. Дәл қазір, яғни экранға пернетақтаның ағылшын әріптері жазылған қазақ тіліндегі сөз шығады. Ал сіздер қазақша әріптер мен ағылшынша әріптерді байланыстыра отырып, қандай сөз жасырылғанын, яғни табу керексіздер. Тақырып бүгінгі жер су атаулары тақырыбында болады. Сіздер соны табу керексіздер. Дайынбыз ғой. Сонымен қымбатты сайысқа қатысушылар, енді күрделі, бірақ енді ұжымдық жұмыс. Барынша жылдамдық таныту керек, ширақ болу керек. Соның барлығы болған уақытта бірнеше ұпай аласыздар. Әдеттегідей көгілдір экранға назар бұрайық. Сонымен сөз беріледі. Ал кеттік іске, сәт дейміз сіздерге. Кім бірінші жауап береді екен? Алдымен тетікті басып, содан кейін барып қана жауап береді. Тетікті басу арқылы. Тетікті басылды, сонымен Шоқан тобы. Созақ ауданы деп ойлаймыз. Дұрыс жауап қалай? Созақ ауданы. Дұрыс. Созақ ауданы. Керемет, бәрекелді. Жылдамдық деп осыны айту керек. Қыздар, тетікті басу арқылы жауап береміз. Бұл да бір ережеге бағынудың бір көрінісі. Сондықтан да баршамыз енді келесі мұқият болайық. Сөзге мән берсек. Ал кеттік. Кім бірінші жауап береді екен?
Сонымен. Ақмешіт. Дұрыс жауап. Ақмешіт. Бәрекелді. Тамаша. Ақмешіт. Қошеметтеп қоямыз ба? Иә. Жақсы. Әлмен Дайын қарай. болсаңыздар ары қарай жалғастырамыз. Келесі біздің сөз. Белгілі бір. Сонымен не деген жылдамдық? Түлкібас деп ойлаймыз. Қалай? Түлкібас. Түлкібас. Дұрыс па? Дұрыс. Түлкібас. Әттең қыздар міне. Мінекей Бесбай Шоқан тобында. Жақсы. Ал, әрі қарай. Жалын тобы жылдамдық танытайық. Келесі. Іске сәт. Өте күрделі. Стоп. Сонымен Ақсу жабағы. Дұрыс. Керемет. Бәрекелді. Мен байқауымша, қыздар, сайыс алғашқыда қиынырақ болды, бірақ аса бір түсініксіз емес шығар. Барлығы түсінікті ғой. Иә, аяқ жағы кеп тұрады, иә? Керемет, әрмен қарай Ары жалғастырамыз. қарай. Сонымен сөз берілді. Кім жылдамдық таныды деген? Ал? Қалай? Қорықпай айтсаңыздар. Ордабасы тауы ма? Ордабасы Тауы. тауы. Дұрыс қой, Ордабасы тауы. Иә, ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Білдіңіздер ме? Мүмкіндігінше тезірек жауап беріңіздер. Сонымен ескерте кетейік, осы сайыстағы соңғы сауал. Ал кеттік. Жылдамдық керек. Кім бірінші басады екен? Көрейікші. Кім бірінші басады екен? Біз. Сонымен үлгер алмадыңыздар. Иә, Кетіп не? басылып қойды. Әттең ай. Қалай? Сырдария. Сырдария. Дұрыс. Жақсы. Шоқан тобы алда келетқан сияқты. Бәрекелді. Міне, әнім дегенше сайысымыз өте шықты. Сіздерге бар болғаны 6 сауал қойып үлгердік. Мүмкіндігінше барлығымыз талпындық. Дей тұрғанмен енді біздің шешуші ең соңғы кезегіміз сайысымыз қалды. Әрине, ең соңғы сайыс ойна да Көл деп аталады. Ойнада күл деген сайысқа келіп жеттік. Алдымызда тұрған бірнеше шариктер, әзірге айтқанда бір командаға сары түс беріледі, және бір командаға ақ түс беріледі. Шариктің саны 6, сіздерге 6. Бар болғаны ойынның шарты өте оңай. Мына шарикті қоясыздар, ауыз өндірлеу арқылы алдыңызда тұрған бір емес 3 бірдей шарикке түсірсеңіз болғаны командаңызға жеңіс әкелесіз. Ал осы ойыннан жеңген командаға 5, 5, 5 және 5, 15 ұпай бірден алатын боламыз. Сонымен дайынсыздар ғой. Бұлай келістік. Енді сіздермен ақылдаса отырып, әр ойыншы осы ойынға қатыссын деп, әр қайсыларыңызға екі шариктен бергенді жөн санап отырмыз. Келісесіздер ғой, ә? Олай болса, мына топтан бірінші Гүлдана шығады. Келіңіз. Гүлданадан бастайық. Сіз ба? Келіңіз. Ортаға келіңіз. Алтынбек. Ал қайсысын таңдаймыз? Ақты ма? Ақ таңдайсыз ба? Ақ құдайға жақ дейді ғой, ә? Сонымен алдымен асықпаймыз. Қошемет білдіріп қойыңыздар. Ал, дайын болсаңыз, бір рет қана үрлейсіз, жеткізе алдыңыз, жеткіздіңіз, жеткізбесеңіз өкінішке орай. Сол үшін жеріңіз мықты болу керек. Сәттілік. Ал кет. Кетті. Оңай болып көрінді. Қатты созылып кетпейміз. Мына жерден аспаймыз. Жіберіңіз. Өкінішке орай. Сонымен мына жерден аспаймыз. Тағы біреу бар. Оны да тұрсаңыз болады. Ал. Тағы біреу бар. Жақсы. Әттең ай. Мына жерден аспаймыз.
О. Ал, кет. Әттең ай. Сонымен тағы бір мәрте көрейік. Өкінішке орай. Ал, енді, рахмет. Қымбатты телекөрермен, сонымен дәл осы ойынды бастайтын уақытта қыздардан сұрағанбыз. Ойын өте оңай көрінеді ме деп едім, барлығы өте оңай көрінеді деді. Барлығын салуға талпындық дей тұрғанмен, ақ, бұл сіздердікі ғой. Шоқан тобы біреу, екеу, және үшеу. Қошеметтеп қойыңыздар. Ал жалын тобының қыздары біреу. Бар болған осы? Бірақ ұпай, сонда үште бір есебі, сонымен Шоқан тобы жеңіске жетті бұл ойында. 5-5-15 ұпай сіздерде. Елдің көзінше, өздерінің көзінше 5 ұпайды, 15 ұпайды өздеріңіз өстіңіз. Мінекей. Қошемет білдіріп қойыңыздар. Қымбатты телекөрермен, сайысқа қатысушылар, енді әлемде дегенше 5 сайыс стартқа тастадық. Енді кім қанша ұпай жинады, соны сараптап көрейік. Ал жалын тобын санайық, жалын тобын бірге санайық. 5 10 25 30 35 Тамаша. Керемет. Ал енді Шоқан тобы дауыстап санайық. Кеттік. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Олай болса енді марапаттайтын кез келді. Сонымен 40-та 75 ұпай. Тамаша, бүгінгі ойзерік бағдарламасының жеңімпаздары әрине Шоқан тобы дей тұрғанмен, оңтүстік телеарнасының жобасы ойзерік интеллектуалды ойын-сауықтық шоу бағдарламасына белсенді қатысып, көрерменнің ықыласына бөленген үшін жалын командасына алғыс жариялаймыз. Құтты болсын келіп қатысқандарың үшін. Мінекей, бәрекелді. Сонымен бірге оңтүстік телеарнасының той жобасы ойзерек интеллектуалды ойын-сауықтық шоу бағдарламасына белсенді қатысып, 100-ден жүйрік шығып, жеңімпаз атанған Шоқан командасы марапатталады. Сонымен қатар ақылдына ақы сұрамайтын кітап ең үлкен қазына деп білеміз, сыйлық деп білеміз. Сонда да мынау егіз жүрек атты кітапты өздеріңізге табыстаймыз. Қабыл алыңыздар. Құтты болсын. Құрметті сайысқа қатысушылар, бірден айта кетейік, ойзерік бағдарламасының бас демеушісі megabilik.kz дүкені. Дәл осы дүкенге енді жеңімпазбыз деп барсаңыздар, сіздерге үлкен жеңілдік бар екендігін естеріңізге сала кетеміз. Әрине, дәл қазіргі кезде велосипедпен серуендеуге қолайлы кезде айтуға болады. Сол себепті міндетті түрде дәл аталған дүкенге барып, сіздер де жеңілдікпен алуға мүмкіндік бар. Қымбатты қатысушылар, жалпы сіздерге бүгінгі сайыс, бүгінгі ойын ұнады ма? Қыздар? Әйгерім, бір ауыз сөз. Негізі бағдарламаға шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Өте керемет бағдарлама екен. Өте қызықты болды. Уақытымыз босқа кетпеді. Есте қалатындай бағдарлама екен. Сіздерге айтар тілегім, бағдарламаларыңыз өсіп, өркендеп, гүлдене берсін. Тамаша, жақсы. Сонымен Алтынбек. Әрине осы бағдарлама өте қатты ұнады. Шақырғандарыңызға рахмет. Осылай жастардың ой-өрісін дамытып, ойлау қабілетті дамытып, осындай жастардың дамуына үлкен үлес қосып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Жалпы өсіп, осылай үлкен тележобалар бола берсін. Сонымен
Рахмет үлкен. Сіздерге де үлкен рахмет, алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Біздің жастарымыз қашанда білімді, білікті екендігін көрсету үстінде. Енді жеңіс болғаннан кейін жеңіс міндетті түрде қатар жүреді. Қыздар, сіздер көңілдеріңізді түсірмеңіздер, сіздер қашанда мықты екендеріңізді дәл осылай дәлелдеулеріңізге болады алдағы уақытта. Және бағдарламаның соңында megavillk.kz дүкеніне алғысымыз шексіз. Келесі видео жолыққанша еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аман, сау болыңыздар.